Достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен осындай копилка жасауды көрсететін боламын. Бүгін бізде қазір кіріспе сабақ түсіндіріп кетейін. Кішкене копилкаларымыз осындай аппақ, әдемі, сапалы болып шығады. Енді копилка болғанымен жарсаңыз міндетті түрде сынады. Бірақ бала-шаға ойнап, қолға ұстап жүргенге жақсы сапалы болып шығады. Но бізде аюдың размері көбісі айтады, телефонда үлкен көрінеді. Не кішкентай қойды, размері где-то 22 сантиметр мынаның. 22 сантиметр, мені қараңыздар, 22. Мынау бұғы бізде 19 сантиметр. Мына дракон вообще 15 па 12 сантиметр ма, сондай кішкентай. Бұл драконды копилка жинауға, ақша жинауға емес, балаларға развивашка ретінде, бояуға, өзінің қабілеттерін дамытуға берсеңіздер болады драконды. Ал бұғымыз бізде копилка жинауға келеді. Міне қараңыздар, бір сүйкімді, өте әдемі көрінеді. Аю мысалға ақша жинауға өте күшті бұл аюда. Бұған где-то 25-30 мыңнан аса ақша жинауға болады. Қараңыздар, қазір мен сіздерге осы үш түрлі копилканы көрсететін. Бұдан да көптеген түрлері бар ғой. Неше атасы бар, өте көп түрлері бар. Жалпы осы дайын копилкаларды сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді қараңыздар, мен размерлерін айтып түсіндірдім. Бұл бізде жасалады, гипстан жасалады, және де алебастермен жасайсыздар. Мысалға гипстан жасаған кезде Г6-дан төмен гипстер өте нашар болып келеді. Оларды қолданбаңыздар. Г6 гипсмен, болмаса ақ алебастермен, болмаса белый гипспен қолданасыздар. Мінекей, қараңыздар. Енді осы біздің копилкаларымыз. Енді бұл копилкаларды осындай қалыптарға құю арқылы жасаймыз. Қараңыздар, мынау менде новый қалып, жақында ғана алдым. Енді қазір сіздерге сабақ түсірген кезде өзім қолданып жүрген қалыптарымен көрсететін боламын. Мынау производство Китай, яғни Қытайдан келеді. Бұлар бізде Қытайдан келеді. Қолдану уақыты 12 ай. Яғни 1 жылға дейін жақсы тұрады. 1 жылға дейін қолдануға болады. Бағалары аса қатты қымбат емес. 1500-нан 3500-ға дейін барады. Әр жерде әртүрлі қымбат сататын, арзан адамдар да бар. Вот осындай қалыптарға құю арқылы жасаймыз. Бізде осындай міне новый қалыптарымыз осыны көрсетемін. Ал алдағы уақытта өзім қолданып жүрген қалыптарды көрсететін боламын. Мінекей осындай болып келеді. Біздің кіріспе сабақты жалпы түсіндіріп кетейін. Вот, міне осындай копилка жасауды үйренесіздер. Сатылу бағасы шығыны 100 теңге, сатылу бағасы 500 теңге. Оптым жаңағы набор жасайтын болсаңыздар, акварельмен 1000 теңге, 1500 теңге, боясаңыздар 1000 теңге, 1500 теңгеден сатасыздар. В розницу осылай бір штугын 800 теңгеден сатсаңыздар болады. Шығыны 100 теңге, өзіңіздің уақытыңыз бар, өзіңіздің еңбегіңіз бар, солай сатасыздар. Вот осындай алдыңғы сабақтарды көріңіздер енді жақсылап.